Мен Күміс Құлманова Алға Қазақстан партиясының мүшесімін. Біздің Қазақстанға саяси партия керек. Өте керек болған соншалықты орны білініп тұр, жетіспейді. Біздің Алға Қазақстан партиясы өзін Тоқаев айтты, партия құрыңыздар, жеңілдік беріледі. Біздің елде партия құру деген оңай, баяғыдай қиын, 5 мың, 10 мың адам керек емес. Сондай жақсылық жасадым, жеңілдеттім, партия құрыңыздар дегесін Алға Қазақстан партиясын құрдық. Алға Қазақстан партиясының программасын естіп жатсыздар, біз 3 жыл айтып келе жатырмыз, тоқтамай. Бұл программада біздің бағдамызда экономикалық, саяси, политический бәрін қамтисың, бір елді басқаратын қылып. Сосын ол елдің жағдайын, бірінші әл-ауқатын көтеру біздікі. Халықтың жағдайын ойлау, мынау жаңағы әкім, президент бәрін бізде сайлаумен өткізу. Сосын 1993 жылғы атаң заңды қайтару. Білім менен мынау медицина бар ғой, соны ақсыз қарау. Баяғы Совет үкіметінің кезінде ақсыз барып қаралдық қой. Оқуға да ақсыз түстік қой. Сол сияқты. Ақсыз, ешқандай ақы төлемейсіз. Сіз жұмыс істеп жүріп, әшейін ақшасын сессия кезінде төле жіберіп, өтіп кетеді, ондай емес. Кәдімгі оқисыз, положен сияқты. Өйткені сізден ақша алмайды ғой. Міне, осындай жағдайға жеткізгісі келеді. Бізде Қазақстанда 7 партия бар. 7-еуі де күшті енді құрылды. Ең үлкеніміз жаңағы Отан, Нұр Отан, Аманат, 10 күндік стажы бар, әділеттің астына кіріп кетті Аманат. Сөйтіп әділет болып қалды. Енді олар шығып айтады, біз ешқандай ешкіммен жауласпаймыз, ешкіммен қырылыспаймыз, бізге жау керек емес, біреу жау тұтудың қажеті жоқ. Біз Тоқаевтың ата заңдағы қабылдаған заңдарына қолдаймыз дейді. Соны қостаймыз дейді. Ол қандай партия? Ол саяси партия емес қой ол. Партия деген ол өзінің бақыт бағдарламасымен, өзінің алға қойған мақсатымен билікке ұмтылу. Сіз билікке келмесеңіз, сіздің программаңыз кім жүргізеді? Кім кіргізеді сізге? Сіз өз программаңызды кіргізіп, сол елдің әл-ауқатын көтеру үшін сіз билікке келуіңіз керек. Билікке келіп, сіз жазған программа халыққа әбден көрсетіп, оқытып, көрсеткен программаны іске асыруыңыз керек. Міне осыны саяси партия дейді. Байтақта, республикада бәрі құрылғанда күшті саяси болады да, ең соңында аттарын ұмытып қалады ғой дейміз олар. Біздің Алға Қазақстан партиясы осындай халықты өз артынан ерте алатын, халықтың қамын ойлайтын, мынау біздің президенттік керек емес, парламентский республика болуды талап еттік. Міне сондықтан біздің лидеріміз Марат Жыланбаев 7 жылға соттады. Одан кейін соның жолын алып, соны босатып алам, түрмеден деп жүгіріп жүрген біздің Амангелді Жақинді соттады 7 жылға. Бүгін міне Нұржан Сембайды апарып 6 жылға сотта жіберді. Міне осыны айтады саяси партия деп. Айтпесе кіріп алады да, жаңағы мынау әділет партиясы келді дайын, осы сарнап тұр. Біз ешқандай қарсылығымыз жоқ. Тоқаевтықты қолдаймыз. Тоқаевты қолдайтын болсам, партия құрмай-ақ қой, соған кіре берсе, әділетке болды ғой, енді сонымен жүре берсейші. Аманатқа кірді. 7 партия создавать етіп, оның 7 партияға пәленбай ақшаны жібергенше. Осы 34 миллиардта тоже жіберейін деп жатыр, осы жақында 23 августте болатын жаңағы неге сайлауға. Оның керегіне, ақыры сіз қарсы емессіз, ешкім қарсы шықпайды. Болды, әділет бола салсын, 34 миллиард қайта қалсын, үй жоқ жай адамдарға беріңдер одан да. Осы ма саяси партия деген? Саяси партия деп Алға Қазақстанда айт. Міне бірінен кейін бірі. Біздің Эльвира Бекзадина, міне жап-жас қыз, 2 баласы бар, мат-одиночка, міне әйтеуір амнистияға кіріп аман қалды. Оға дейін қаншаманы тепкіні көрді. Нұрбол Өнерхан аяғында браслетпенен жүр. Қамбар Жүсіпов, міне Алға Қазақстан адамдарын санап берейін ба? Нұржан Сембаев та Алға Қазақстаннан. Сондықтан саяси партия, егерде елім өссін, өнсін, алға қарай жылжысын дейтін болсаңыздар, саяси партия былай да қажет елімізге. Құрып отқан партиялардың бәрі де бірін-бірін копировать етіп, бірін-бірін айтқанын жаттап алған адамдар. Бұлар спектакль құрып жүрген қуыршақтар. Сондықтан қазақ елі, келіңіздер Алға Қазақстанға, қосылыңыздар. Егерде сіздің ойыңыз алға жылжыған, озық ойлы азамат болатын болсаңыз, көкірегіңіз ояу, көзіңіз ашық болатын болса, келіңіздер біздің Алға Қазақстанға. Тіркеліңіздер. Алға Қазақстан.